Ертең ночь қамасыз ба? 8-ге? Деньги? Ал біз шықтық. Здесь не ходячий. На коляске. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біріншіден Аллаға шүкір. Екіншіден бір Алланың қалауымен аман қалдым. Бердақтың Алла жазасын. Бай-бай, Санкобай. Ну, отыр Санкобайда. Осы тірлік үшін мен енді шығып отырмын. Ол Бердақпен көбісі жаңағы дайректі оқып барсам, неге бүйтпейсің, сөйтпейсің, эфирде жүр ғой, бүйтті ғой, сөйтті ғой, білмеймін қалай шыққан. Органдар қазір айналысып жатыр. Өтірік, хайп, пранк деген жандарға мен олардың әрқайсысын сендірмеймін. Бір Аллаға куә. 200-лерге айтарым, бейшараларға, ұятсыздарға, рейтингтің құлы болғандарға, барлығы қашып кеткен редакторлар бір апта болды трубкасын алмай, той неге болмады себебін айдап салып, өзімнің досымды артыма келіп пышақ сұқты. Бейшара, ұятсыздар сонша халықтың алдында өтірік алдап айтыңдар, шындықты айтыңдар. Барлығы қашты. Біреуі өз-өзін ковидпін деп больницаға түсті. Ешқайсысы бетпе-бет жол қалмады. Ең соңында бір нәрсені жалпы естеріңізде сақтап алыңыздар. Мен қосылайықты жабайын деп жүрген жоқпын. Иә, рахмет. Бірақ соңғы кез мені лақтырып, өтірік айтып, ескерттім бір күн бұрын. Бірақ ол шындық эфирде айтылған жоқ. Мен сол шындықты айтыңдар деп ескерттім. Барлығы қашты. Диана Скатовадан бастап қашты. Трубкасын алмай. Мен қазір скринді салатын болам. Басшылық айтты. Аузымызға салып берді соны. Біз басшылық не айтса соны істедік. Мен ештеңе білген жоқ. Редакторлар сөз беріп уәдесінде тұра алмаған.